1932 жылдың қысы. Даланы ақ қар емес, үнсіздік басқан еді. Бұрын малдың дауысы естілетін ауыл қазір қаңырап бос қалған. 7 жасар Сәуле үйдің бұрышында бүрісіп отырды. 3 күн болды. Олардың аузына дұрыс ас тимеген. Анасы әлсіреп қалған. Кішкентай інісі жылауға да шамасы жетпей үнсіз жатыр. «Анашым, қарным ашты», деді Сәуле сыбырлап. Анасы жауап бермеді. Өйткені не айтарын өзі де білмейтін. Үйде бір түйір ұн да, бір уыс тары да қалмаған еді. Келесі күні таңертең анасы орнынан әрең тұрды. Ескі сандықтың түбін ақтарып отырып, қатып қалған кішкентай нан тауып алды. Нанның көлемі алақандай ғана еді. Оны көргенде балалардың көзі жайнап кетті. Бірақ бір үзім нан 3 адамға жетпейтін. Анасы нанды 3-ке бөлді. Ең үлкен бөлікті балаларына берді. Өзіне ең кішкентай үгінді қалдырды. «Анашым, сен жемейсің бе?» деді Сәуле. «Мен жаңа ғана жедім ғой қызым». Бұл өтірік екенін Сәуле кейін түсінді. Күндер өтті. Ауыл адамдары бірінен соң бірі жоғала бастады. Кейбірі басқа жаққа көшті. Кейбірі жолда қайтыс болды. Кейбірінің қайда кеткенін ешкім білмеді. Бір кеште анасы балаларын құшағына қысып жатты. Дауысы өте әлсіз еді. «Қызым, ініңе қара». «Қараймын, анашым. Қандай қиын заман болса да, адам болып қал». Сәуле басын изеді. Сол кезде бұл сөздердің соңғы сөздер екенін түсінбеді. Таңертең оянғанда анасы қозғалмады. Сәуле оны қанша шақырса да жауап болмады. Сол күні 7 жасар қыз балалық шағымен қоштасты. Көп жыл өтті. Сәуле есейді. Балалы шағалы болды. Бірақ анасының соңғы сөздерін ешқашан ұмытпады. Әсіресе сол бір үзім нанды. Кейін немерелері дастарханның нанның қиқымын тастап жатқанда ол әрдайым тоқтататын. Сосын көзіне жас алып: «Балаларым, бір кезде адамдар бір үзім нан үшін жанын берген, нанның қадірін біліңдер» дейтін. Өйткені аштықты көрген адамның жүрегінде сол жара ешқашан жазылмайды. Ал тарихтағы ең ауыр қасиеттердің бірі миллиондаған адамның есімімен бірге жер астында қалған ашаршылық еді.